Сәлем достар, дәл осындай жұп-жұқа болып дәмді болып шығатын жыртылмайтын еттің нанын дайындайтын боламыз. Қалай ысу керектігін сіздерге көрсете беремін. Ең алдымен осы менің видеома лайк басып, YouTube каналыма тіркеліп қойсаңыздар болады. YouTube каналымда жалпы мен жақсы пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын, түрлі рецепттермен бөлісіп отырамын. Дәл осындай еттің сорпасынан нанды илейтін боламыз. Менде 2 нан шығу керек, сол үшін мен 3 ожау сорпаны аламын. Бұл жерде бізге тұз керек емес, тұз қоспаймыз, тек дәл осыдан менде осындай азғантай сорпадан 2 жайма шығады. Тұз қосудың қажеті жоқ, шамалы осылай суытып аламыз былғап. Үстіне мен 1 жұмыртқа қосамын, немесе қоспасаңыздар да болады. Жұмыртқаны салмасақ та нанымыз езіліп кетпейді. Жұмыртқаны салғаннан кейін осылай тез араластырамыз. Себебі ол жұмыртқа ыстық сорпада пісіп кетуі мүмкін. Осылай араластырып болғаннан кейін нанның қатты шығу құпиясы осылай көп мөлшерде ұнды құямыз. Содан кейін үстіне тағы да аз болып қалса, тағы да ұн саламыз. Осылай араластыру арқылы табағымызды бір жағынан таза ұстауымыз керек. Ол міндетті түрде, және жан-жағынан шашыратпай әдемілеп илеп аламыз. Мінекей илеген кезде осындай қатқыл болып шығады нанымыз. Одан кейін бетін қақпағын жауып қойсақ болады, немесе бір пакетке салып қойсаңыз болады. Бір 5-10 минутқа қойып нанымызды демалтып аламыз. Одан кейін шығарып кішкене осылай илеп бөлшектерге бөліп аламыз. Мен 2-ге бөлемін, себебі маған 2 нан керек тек қана. Осылай илеуге дайындап аламыз. Бетін жауып қоямыз, міндетті түрде екіншісін, себебі кеуіп кетеді. Кеуіп кетсе, ол су қиын болады, қатты болып қалады. Осылай орап ысқан кезде жан-жағын ғана, 2 жағын ғана басамыз. Себебі ортасынан қатты басатын болсаңыз, тек ортасы шыққа 2 жағы қалыңдау болып кетеді. Сол үшін ортасынан бастап шетіне қарай бүйтіп ыссаңыз болады. Қатты баспаймыз, қатты бассақ жыртылып кетуі мүмкін. Тек шамалы ғана оқтауды дөңгелетіп тұрамыз. Сосын айналдырған сайын жан-жағын бүйтіп ауыстырып тұрамыз. Міне осындай жыртылмайтын жұп-жұқа болып шығады. Видеода сіздерге көрсету үшін әдейі көрсетіп, осылай көтеріп көрсеттім. Осындай болып бөлшектерге бөліп, даже бір-бірінің үстіне қойып қойсаңыз да бір-біріне жабыспайды. Мен осылай бір-бірінің үстіне қойып жинақтап жатырмын. Сорпаға иленген нан өте дәмді болып шығады. Мінекей нанымыз дайын. Енді қайнап тұрған сорпаға осылай тездетіп былғау арқылы салып пісіріп аламыз. Қатты отта жанып тұру керек асты. Себебі дейтін, қайнап тұрмаса ол езіліп кетеді нанымыз, немесе жабысып қалады бір-біріне. Сол үшін қатты отта сорпа қайнап тұру керек. Мінекей нанымыз уже пісті, және жұқа нан ол тез піседі. Салған бойда тек бір 5 минутта пісіп болады. Оны осылай түсіріп аламыз. Түсірген сайын реттеп отырамыз. Видеода көрініп тұр, өте жұқа, әдемі болып шықты нанымыз. Нанды түсіріп алғаннан кейін жан-жаққа бөлшектерге, жан-жағына бүйтіп ожау арқылы ашып қойғаннан кейін міндетті түрде үстіне тұздықтың майынан құйып араластырып аламыз. Сол кезде бір-біріне жабыспай сочный болып тұрады нанымыз. Мінекей осындай нанды сіздер жасап көріңіз, илеп көріңіз. Дәмді болып шығады. Мен осылай нан ысқан кезде дәл осындай қылып жасаймын.
әрқашанда наным өте дәмді болып шығады. Видеоға лайк басуды ұмытып кетпеңіз. YouTube каналыма тіркеліп кетіңіз.